Екі қабатты үйде жарылыс болып, 2 адам қаза тапты. Одан бөлек тағы 5 адам күйік шалып ауруханада жатыр. Арасында кішкентай балалар да бар. Тілсіз жау неден болған, тірі қалғандардың жағдайы қалай? Тілші тарқатсын. Жаңа жыл Бекбаевтар отбасы үшін орын толмас өкініш алып келді. 2024-тің соңғы күнінде олардың 2 қабатты баспаналарында алапат жарылыс болып, күлі көкке ұшты. Соңы өртке ұласып 120 шаршы метр аумаққа таралған. Салдарынан өрттен отағасы мен әйелінің денесінің 98%-ын күйік шалып, алдымен күйеуі, артынша бірнеше күннен кейін жұбайы аурухана төсегінде көз жұмды. Марқұм Ерлан Бекбаевтың анасының айтуынша, осы оқиға болмас бұрын ауладан газдың иісі шығып тұрған. Мына Ернұр есіктің алдын қарын үлкен ұлы күреп жатқанда газдың иісі шығып тұрыпты. Көшеден бе қайдан келіп тұр білмеген. Ал енді үйден лап етіп жанған ғой, тамақ істейтін газ. Сосын Ерланға айтқан Дәния келдім. Иісі бұрқырап шығып тұрғанын топы жақтан бәріне. Сосын шақырдық қой. Неге отключить етіп тастамайды? Содан кейін неге мына канал жердің астымен жүрген дейді. Солар тесілді ме екен? Сол қуалап, ана неге толып алған ваннаға. Сосын келін сағат 7-те жұмысқа барады, тұрып свет жағып қойғанда бұл бірақ атылған ғой. Қаза тапқан ерлі зайыптылардан бөлек үйде тағы 4 баласы және әйел адамның кішкентай сіңлісі болыпты. Олар ауыр күйікпен жағдайларына қарай түрлі емханаға жеткізілген. Оның ішінде 2 бүлдіршін көпсалалы облыстық балалар ауруханасына жатқызылған. Стационарға 8 жастағы 2 қыз бала жеткізілді. Олар ауыр дәрежемен күйік алған. Біреуі 25, екіншісі 15%. Балалар жансақтау бөліміне бірден жатқызылды. Қазір жағдайлары бір қалыпты. Екеуі де дәрігердің бақылауында, жандарында туыстар да бар. Балаларға барлық жағдай жасалды. Бүкіл қажетті дәрі-дәрмектің бәрі бар. Белгілі болғандай, оқиға газ ауа қоспасының жарылуынан болған. Арнайы мамандар 2 қабатты үйдің астынан 3 бірдей көгілдір отын желісі тартылғанын анықтады. Оның біреуі орташа, екеуі төмен қысымды құбырлар. Қайғылы жағдайдан кейін оған жауапты Қазақ газ аймақ компаниясы ресми мәлімдеме жасады. Айтуларынша мекеме қызметкерлері оқиға орнын тексерген. Алайда ақау компанияға тиесілі желіден кетпепті. Оқиға орнына келгеннен кейін біздің мамандар газ беруді тоқтатып, жетісу төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерімен бірлесіп авариялық құтқару жұмыстарын жүргізуге кірісті. Үйдің аумағын және оған іргелес аумақты тексеру барысында су құбыры мен кәріздің аралас коммуникацияларының құдықтарында газдану белгілерін анықтады. Орта қысымды жерасты газ құбырының оси бойымен, сондай-ақ төмен қысымды жерасты 2 газ құбырын бұрғылау тексерісі жүргізілді. Оның нәтижесі бойынша біз қызмет көрсететін газ желілерінде газ кетпеген және олар қалыпты жағдайда жұмыс істеп тұр. Қазақ газ аймақ акционерлік қоғамының ресми мәлімдемесі. Компания өкілдері жер үйдің астында жеке мекемелердің де газ желісі жатқанын айтады. Сондықтан жағдайды мұқият тексеріп барып, шешім қабылдаған дұрыс дейді. Енді 4 баланы жетім қалған өрт оқиғасын полиция департаменті өз бақылауына алды. Бұл жағдай бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жарылысқа не себеп екені тергеу нәтижесінен кейін белгілі болады. Ақан Ерлан, Еуразия, бірінші арнасы.